Студиямызға су ресурстары және ирригация министрінің бірінші орынбасары Болат Бекнияз келді. Қош келдіңіз. Қайырлы. Болат Қабекенұлы, тасқынның себебі, салдары белгілі, шекемізге тиді. Ендігі мәселе, бұдан қандай қорытынды шығара алдық? Ең біріншіден жаңа су қоймаларын салу керек. Және бар су қоймаларын реконструкциядан өткізу керек. Қазіргі таңда тасқын суды жинап, бүкіл су қоймалары толды. Сонымен қатар қазіргі су Каспий теңізіне 1,7 миллиард текше метр су келді. Балқаш көліне де 2,5 миллиард су келді. Сонымен бұрынғы шөлді жерлерге, бұрын су бармаған жерлерге дейін су жетті. Мысалы, Қызылорда облысына дейін, Сарысу өзенімен Абай облысынан су келді, Қарағанды облысынан. Бұл судың жиналуына байланысты байқалған бір оң өзгеріс қой негізі. Негізі ол оң өзгеріс. Мысалы айтып кетсек, Астана су қоймасын алсақ, былтыр зардап шеккен уақыттарымыз болды ғой, су жетіспей. Қазір Астана су қоймасы 400 миллион кубтан астам суы бар. Былтыр ол суды, жетпеген суды біз ертістен тартқамыз, Сатпаев каналы арқылы. Қанша ақша үнемдедік біз? 2 миллиардтай ақша үнемдедік. Бұрын біз қателеспесем Сәтпаев каналынан пайдаландық қой. Түсінікті. Енді мынау елдегі бөгендер мен бөгеттердің әбден ескірген рас. 50-ші 70-ші жылдар салынған. Ал биыл қаншасын салу жоспарда бар? Биыл емес, жалпы алдағы уақытта? Алдағы уақытта 2030 жылға дейін 20 жаңа су қоймасын салу. Қазір экранға берейікші бұл мәліметтерді. 2000 жылға дейін? 30 жылға дейін 20 жаңа су қоймасы. Соның ішінде Батыс Қазақстан облысында 2 су қойма, Ақтөбе облысында 4 су қойма, Түркістан, Жамбыл облыстарында 3 су қоймалардан, Қызылорда облысында 1, Қарағанды облысында 2, және Ақмола, Абай, Алматы облысында 1 су қойма, және Шығыс Қазақстан облысында 2 су қойма. Түсінікті. Ең көбі Ақтөбе облысында. Ақтөбе облысында. Енді қаншасын күрделі жөндеуден өткізу жоспарда? 15-ін күрделі жөндеуден өткіземіз. Егер бұның бәрі сәтімен іске асса, қанша елді мекенді, ауыл аймақты су басу қатері азаяды? 200 мыңнан астам тұратын елді, 134 елді мекеннің қатері азаяды. Жақсы, Болат Қабекенұлы. Тікелей эфирге келіп салмақты сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз.